Трансильвания. 1897 жыл. Budapest. Kelesi ayaldama Budapest. Dayındalыңыздар. Kelesi ayaldama Budapest. Biletiniz hanım. Мінекейіңіз, мінекейіңіз. Мінекей. Менікі? Алыңыз. Үлкен рахмет, жігітім. Адамдар сияқты киінгенде жек көрем. Мына біз өкше аяғымды ауыртты. Таныш, шу шығарма, жұрттың назарын аудармай отыр. Драк, Мында мұстың кемпір отыр. сен мысықсың. Мен мысықпын. Мяу, мяу. Осы жетпей тұр еді. Қайырлы кеш, жолаушылар. Мен профессор Абрахам Ван Хельсингпін. Иә, атақты Ван Хельсинг ұрпағымын. Бағзы заманнан біздің әулет адам баласын монстрлар зұлымдығынан қорғап келді. Олардың шоғырланған жерін бірден сезем. Сондықтан айтайын, араларында монстрлар бар. Қорықпаңдар. Мен өз ісімнің шеберімін. Ол мақлұқтарды қас қағым сәтте анықтаймын да бет пердесін сыпырып алам. Бұл жаман! Keşirim öteyim. Тамаша! Алды мен Дракуланы, сосын қалған монстрларды өлтірем. Қыр соңымнан қалмай қойдыңдар ғой. Әкеңді, атаңды, әжеңнің әжесін бәрін жеңдім. Осы сендер Ван Хельсингтер. Менің артыма түскенді қашан қоясыңдар? Еш қашан! Монстрлар біздің жауымыз! Сау бол. Дұшқан! Сенен қашып құтыла алмайсың, күнек ханзадасы. Өмір бойы ізіңнен қалмаймын. Сөз беремін, көзіңді құртпай, таным таппай бала. Және бүкіл әлемдегі монстрларды жойып жіберуге өмірімді арнаймын. Өзі басыма бәле болды ғой. Күндердің күнінде монстрларға осы қуғыннан құтылар бір жайлы мекен табылар. Кім білсін, мүмкін үйленетін де шығармын. Өмір де бастайды. Монстрлар демалысы 3. Теңізге саяхат. Қазіргі кез. Болды, тыныш. Бұл той өз қашан басталады? Қап, балалар жылап кетті ғой. Мына біреуі жыламайды екен. Күшігім, Бұл күшігім. сәне ғой, ол жыламайды. Саусағам! Ол істейді. Түсін, бұл ерекше сәт. Қар, қалыңдығыңды көзді ашып жұмғанша, мына түстен күтіп алатын боласың. Ол жоқ, Драк, ол келмей. Жо-жо, уайымдама. Оның қасында Мейвис бар емес пе? Бәрі ойдағыдай болады, көресің. Мейви, не болды? Бәрі дұрыс па? Біраз қобалжығаны болмаса, бәрі дұрыс.
бізде бәрі бар. Өтінем, өзіңді ұста, Люси. Саспа, бәрін өзім реттейм. Сенің тойың мінсіз өтетін болады. Мәселе онда емес. Дұрыс қадам жасадым ба, білмей тұрмын. Қандай күйде тұрғаныңды түсінем. Мен Джонниге тұрмысқа шыққанда бақыттан басым айналды, бірақ қатты қобалжыдым. Мен қалай қобалжыдым десеңші. Әкемнің қалай толқығаны есіңде болар. Тіпті ай толған кезде де олай толқымаған екем. Ол сүйіктімді тапқаныма қуанды. Оның болмысы бөлек пе, шыққан жері басқа ма, ол маңызды емес. Махаббат сыңғыры бір-ақ рет болады. Бастысы соны жіберіп алма. Дұрыс айтасың. Рахмет. Жақсы, жарайды, болды енді. Келісем. Келісем. Естідің бе? Иә, бірақ оны қамап қоймап едіңдер. Салим ата! Денис! Тингл сылаған соң оны босатып жібердім. Дениске күшік әпірейік деп қоймаған кім еді? Кім? Сен? Солай екен ау. Иә. Байғұс Тинглс. Денис? Бер қарап. Иә, Тинглсты жақсы көретінді білем. Бірақ мұндай жерге итті, ой, үй жануарын алып келуге болмайды. Жақсы ма? Жарай. Алдарыңызда Джинджер Джонни, той иелері биге шақырайық. Приклс мырза мен Приклс ханым. Жас байлар бәріңізді би алаңына шақырады. Always and forever. Билеуге қалай қарайсың? Moment with you is just like a Хас сұлудың өзі. Жамалған жерлері көздің жауын алады. Бұл қыз сенің туысың емес қой, иә, Фрэнк? Оң қолымның жиені. Енді байқадым. Фрэнк сенімен таныстырам деген. Екеуміз қол жем болып келеміз, алыс туыс. Әлбетте, мұна бұл жігіттен бірден тануым керек еді. Екі жарты бір бүтін болсын дегені болар. Кездесуге шақырарсың. Кездесуге? Енді, ол қалай болар екен? Диджейдің киелі аспабына жолынады. Сәнді жақсы көрем. Сен ше? Дракула? Ол өзі қайда кетті? Дракула! Драк, ол саған ұнамады ма? Ренжіме, бірақ тым міншілсің ау. Қызбен кездесуге бармағаныңа 100 жыл болды. Менің қамымды ойлағандарыңа әрине рахмет, бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Сезім сыңғыра бір рет беріледі. Достым ау, заман басқа. Қазір сыңғырыңды телефон арқылы ақтап аласың. Не дейді? Шоқ. Атай көрме, қол тимейді. Мейвис пен Дениске қарау керек. Қонақ үй және бла-бла-бла. Естідіңдер ме? Ол жаңа ғана бла-бла-бла деді. Мен бла-бла-бла деген жоқпын. Қандай көмек қажетті неге мәршісі? Маған сезім сыңғыры қажет. Жарайды, қоңырау сыңғыры өзгертілді. Жоқ, қазір өзіме қыз іздеп жүрмін. Қазір жаз, шілденің 13-і. Жоқ, біреумен кездессем деймін. Түсінікті, кеспе жесем дейсіз. Бұл не, мазағың ба?